Бұл видео сіздерге 2026 жылы қандай мамандықтарды игере отырып табыс таба алатыныңызды баяндайды. Бүгін мен сіздерге өте көп ақпарат дайындап қойдым, сондықтан да планшетімді де алдым. Ұмытып немесе шатасып қалмас үшін, сондықтан да бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, маған тіркеліңіздер. Сіздерге пайдалы болуға тырысамын. Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Аяулым. Сіздер менің YouTube арнамдасыздар. Жалпы 2026 жылдың табыс табатын мамандықтарын айтпас бұрын 2025 жылы қайтсақ. 2025 жылы не болды? Әрине, жасанды интеллект. Жасанды интеллекттің нарықта бум жасаған кезі болды. Яғни адамдар жасанды интеллектті шынымен де қолданып табыс таба бастады. Негізі жасанды интеллект 2023 жылы шыға бастады. Бұл жаңағы Midjourney, ChatGPT болсын, OpenAI компаниясы. Бұл компаниялар 2023 жылы активно өздерінің продукцияларын шығара бастады. Бірақ 2025 жылы неге бум болды? Өйткені адамдарға түсінікті программалар шыға бастады. Қарапайым үйде отырған телефонды күнделікті қолданатын адамдар искусственный интеллект арқылы контент жасап, өздерінің TikTok аккаунттарын, Instagram аккаунттарын дамытып бастады. Сол арқылы олар сол программаны меңгеріп табыс таба бастады. Бірінші мамандығымыз осы. Жасанды интеллект арқылы табыс табу. Жасанды интеллект арқылы табыс табу қалай жүреді? Жалпы жасанды интеллект орнатылған арнайы программалар бар. Ол біздің күнделікті қолданып жүрген ChatGPT. Ол жасанды интеллект. Шыны керек, ChatGPT-сіз мен қазір өмірімде елестете алмаймын, өйткені ол әмбебап, универсал. Сен оған кез келген сұрақты қойсаң, ол сұраққа тұжырымды жауап бере алады. Мәселен, бұрын Google'дан сұрайтын едік, Google'дан бір ақпаратты табу үшін сен миллиондаған сайтты ақтарасың, әртүрлі форумдарды оқисың. Сол арқылы біз жауапты алу біз үшін өте қиынға соғатын. Және де сол ChatGPT арқылы қазір көп адамдар табыс табып отыр. ChatGPT-ді дұрыс настройка жасау керек. Яғни, сіз оған өзіңіздің көмекшіңіз жасап қойсаңыз болады. Оны жасау үшін ChatGPT-дің настройкасына кіресіз, сол жерде промпт деген жазатын жер бар. Промптқа сіз әр чатыңызды настройка жасап қойсаңыз болады. Бір чатыңызды тек қана ас мәзірін сұрайтын қылып қойсаңыз болады, киберспортқа байланысты маман қылып оны промпт жасап қойсаңыз болады. Бір чатыңызды сіз дәрігер қылып қойсаңыз болады. Бір чатыңызды сіз спорт тренажер қылып қойсаңыз болады, спорт тренер қылып қойсаңыз болады. Және де ол промпт жазуды әрине үйрену керек. Промпт жазуды сіз әртүрлі қазір курстардан үйрене аласыз, немесе уақыт өте келе практика арқылы промптты жазуды үйреніп алсаңыз болады. Промпт жазу сізге қандай көмек береді? Промптты нақты, детально жаза алсаңыз, сіз искусственный интеллектті барынша толық қолдана аласыз. Промпт дегеніміз не? Промпт бұл сіз программаға енгізетін, былайша айтқанда, код. Бірақ код емес, ол сөзше жазылған код. Яғни бұл былайша айтқанда программирование, бірақ цифрмен жазылатын программирование емес, бұл ауызбен, сөзбен жасалатын программирование. Бұл ChatGPT арқылы жасалатын жұмыс. Негізі ChatGPT-ден бөлек жасанды интеллект программалар бізде өте көп. Неге біз ChatGPT-ді көп қолданамыз? Өйткені ол түсінікті. Google секілді сұрақ жазасың, бірден жауабын береді. Адамның түрін алып, фотосессия жасап беру мүмкін, контент жасап беру мүмкін, видео жасап беру мүмкін. Тіпті қазір жасанды интеллекттің сапасы соншалықты жоғары болғаны, біз жасанды интеллектпен шын өмірде түсірген видеоларды, фотоларды айырамай жатырмыз. Бұл жасанды интеллекттің соншалықты жоғары көтеріліп кеткені. Егер ол қазір солай болып жатса, 1-2 жылдан кейін жасанды интеллекттің сұранысы одан да көп болады. Жаңа айтып өткенде жасанды интеллект тек қана ChatGPT емес. Бұл әртүрлі программалар. Ол Cloud дейтін программа бар. Бұл текстке арналған инструкция. Midjourney, Leonardo, бұл сіздердің сурет жасауға арналған жасанды интеллектеріңіз. Тіпті күнделікті
тіпті видеоға жасап отқан капкаттың өзінде қазір бізде жасанды интеллект бар. Яғни жасанды интеллекттің көмегімен сіз қалай табыс таба аласыз? Бірінші, жаңағы промпт жазу. Промпт жазудың өзі қазір жеке табыс табуға болады. Бұл бір. Екінші, сіз жасанды интеллекттер арқылы тіпті сайт жасай аласыз. Текст жаза аласыз, кітап жаза аласыз, немесе дипломдық жұмыс жасауға да болады. Жасанды интеллект арқылы адамдар кино жасап жатыр, фильмдер жасап жатыр, клип түсіріп жатыр. Оның барлығын сіз игеріп алсаңыз, программалармен қалай жұмыс істеу керектігін, қалай ол настройка промпт жасау керектігін үйреніп алсаңыз, ертең күні сіз былайша айтқанда аш қалмайсыз. Табысты болуыңыз гарантированы. Бұл жаңадан шығып келе жатқан мамандық кезіндегі SMM таргет секілді. Сондықтан да қазір потокқа кіріп алсаңыз, ертеңгі күні сізге әлде қайда оңай болады. Жақсы бір эксперт болып шығасыз деген үміттемін. Бірінші мамандығымды түсіндік. Бұл жасанды интеллект. Екінші мамандық бұл қазіргі күнделікті біздің көріп жүрген TikTok. TikTokқа контент менеджер болу. 2026 жылы бұл өте актуальны болады, өйткені TikTok бұрынғы Instagramның былайша айтқанда праймына кіріп жатыр. TikTokта біз қазір 80% әлеуметтік уақытымызды өткіземіз. Өйткені TikTok өте қызық, TikTok өте шынайы, TikTokта аудитория өте шынайы, ол жақта аудитория лояльны, TikTokта трендтер өте тез таралады, TikTokта трендтер өте көп, сондықтан да TikTok менеджері болу сізге сай келетін болса, сіздің қолыңыздан келеді деген ойда болсаңыз, TikTok менеджері мамандығына оқып, немесе бірдестен практикаға көшіп түсіріп кетсеңіз болады. Қазірден бастап TikTok жүргізіңіз. Қазір TikToktың именно сөйлеу форматы жақсы дамып келе жатыр. Жай ғана камераны қосып, өзіңізге қызықты информация, халық арасында болып жатқан мәселелер талқылайсыз ба, әртүрлі тақырыпта сөйлей берсеңіз, TikTokта сіз жақсы танымал болуыңыз мүмкін. Бұл бір. Екінші, жаңағы бизнестерге, магазиндерге TikTok менеджері болу, миллиондаған олар просмотр жинайды. Қазір монетизация TikTokта азайғанын мен білемін. Өйткені алдыңғы жылы және 2024 жылы монетизация жақсы беріліп жатқан еді, СНГ елдерінде монетизация болмайтын. Адамдар жаңа Корея, басқа елдердің атынан аккаунт ашып, солай монетизация қосқан болатын. Қазір TikToktың кішкене заңдылығы өзгерді. Яғни сіздер бұрынғыдай басқа елдің монетизациясына қоса алмайсыздар. Өйткені сіздің просмотрыңыз сол елден болу керек. TikTokта тікелей эфирден блогерлер ақша тауып жатады, батылға түседі, олар батыл кезінде ұтса ақшалары еселенеді, батыл кезінде оларға жаңағы сыйлықтар жібереді, солай табыс табады. TikTokта стабильность жоқ. Яғни сіз үнемі трендте болуыңыз керек, үнемі тренд жасап отыруыңыз керек, әртүрлі идеяларды ойластыруыңыз керек. Сол арқылы сіз үнемі динамикада жүресіз, ешқандай шектеу жоқ. Тек қана креативный болсаңыз, трендтен қалмасаңыз болды. Келесі ол жаңаға TikTok мамандықпен бірге алып жүретін мамандық. Үшінші мамандық бұл Reels менеджер. Instagramда Reels бар, TikTok секілді видеолар, 1 минуттық, қателеспесем 3 минуттық. Ол жерде сіз сол Instagramдағы трендті түсірсеңіз болады, немесе TikToktағы трендті Instagramға алып түсірсеңіз болады. Тура сол TikToktегі секілді контент. Сол контентті Instagramға салып, тренд жасап, былайша айтқанда танымал болып жатыр. Мен алдыңғы осыдан 3 жылғы түсірген видеоларымда айтқан болатынмын. Болашақта фото емес, видео форматтар жақсы дамитын болады. Неге? Өйткені адамдар фотоны қазір қызық көрмейді. Фото қазір не в тренде. Это не вайбово. Вайбово именно видео. Сондықтан да видео түсіріңіздер. Не түсірсеңіздер де видео түсіріңіздер. Қызықты рилстар, қызықты тиктоктар, қысқа бойынша жай ғана қолыңызда ұстап түсірген видео болса да, ол адамдарға қызықты болса, сіз міндетті түрде танымал боласыз, табыс табуға болады. Сондықтан да ұялмаңыздар, видео түсіруге
қорықпаңыздар. Келесі 4-ші мамандық бұл монтажер. Егер сіз камераға қарап сөйлегенді ұнатпасаңыз, камераға шыққыңыз келмесе, бірақ видео жасағыңыз келсе, жай ғана монтажер болып жұмыс жасасаңыз да болады. Бұл кезіндегі мобилограф деген секілді отдельный мамандықта болып кетті. Өйткені монтаж жасау қазіргі таңда өте актуальны. Монтаж дегенде жаңағы киношный монтаж емес, қарапайым монтаждың өзі қазір өте керек блогерлерге. Блогерлердің жанында мобилограф болып жүріп, ол мобилограф түсірген видеоны монтаж жасау да жеке табыс табу көзі болып кеткен. Сондықтан да жай ғана видеомен жұмыс істеу сізге қызықты болса, монтажер болып та жұмыс жасасаңыз болады. Монтажердің негізі оқуы жоқ. YouTube'да жай ғана ашасыз, сабақтар өте көп, туториалдар өте көп, TikTok'та да жетіп жатыр. Сондықтан да өте оңай оны жасау, үйреніп алу, тегін. Тек қана монтаж жасау ғана емес, оған әдемі текст те қоя білу, субтитрді әдемі жасай білу, әдемі оны оформлять ете білу, одан кейін дұрыс жаңа моменттерді ұстап, эмоциональный моменттерді эмоция жасауға, күлдіретін моменттерді күлдіруге, мемдарды дұрыс білуге, мемдарды дұрыс білсеңіз, арасына мемдарды, видеолардың арасына мем қоя білуде, бұл негізі жақсы қабілет. Өйткені видеоны жай ғана көріп отыру және де эмоциямен көріп отыру адамдарға өте қатты ұнайды. Күлкілі болса күлкілі эмоциялармен, мемдермен, қайғылы болса қайғылы жаңағы моменттерді ұстап, оны дұрыс жаңағы эмоцияға келтіру, оның өзі де бір жақсы қабілеттердің бірі. Сондықтан да қатты оңай да жұмыс емес, бірақ тез үйреніп табыс табуға болатын мамандық. Аяқ кетті. 5-ші мамандық қой деймін. Бұл мамандық жаңадан шыққан мамандық, шыны керек. 2025 жылы олда бум болды. Өйткені бұндай мамандық иелері бар болса да, олардың толыққанды аты болған жоқ. Және де бұл UGC Creator деп аталады. UGC Creator дегеніміз не? Жаңа мен айтқандай, монтаж жасаған кезде қазір киношный монтаж ешкімге керек емес. Қазір өте қарапайым, былайша айтқанда өмірлі, өте жизненный, живой, табиғи контент адамдарға ұнайды. Бұрынғыдай әдемі, успешный успех деген контент қалды жолда. Қазір қарапайым өмірдегі контентті қалайды адамдар. Сондықтан да блогерлердің барлығы қазір сондай қарапайым өмірлік контенттерді түсіріп жатыр. UGC Creator дегеніміз бұл дәл сол табиғи шынайы контент. Баяғыда блогерлер бір продуктты оларға рекламаға жібергенде, оны әдемілеп, күшті қылып, оны мақтап, солай видео түсіретін. Және де адамдар оларға сенген күннің өзінде, егерде ол продукт онша емес болатын болса, соңында реклама жасаған блогер жаман атты болып қалатын еді. Қазір блогерлер ол нәрседен шаршады, шыны керек. Өйткені адамдар жаңа айтқандай табиғи контент қалады. UGC Creator дегеніміз брендтер блогерлерге әртүрлі товарлар жібереді. Жаңадан шыққан товар болатын болса, косметика товары болатын болса, блогерлерге жібереді. Блогерлер сол продуктыны көрерменнің көзінше ашып, оны өзіне тест етіп, если косметика болатын болса, тест етіп, жағып көріп, өзінің шынайы отзывын айтады. Ешқандай да сатып алынатын отзыв емес, шынайы отзыв. Яғни маған ұнады, маған ұнамады, мен бұл нәрсені қолданатын едім. Жоқ, бұл маған ұнамады, мен бұл нәрсені қолданбайтын едім. Дәл осындай шынайы ақпарат. Адамдар сол ақпаратты көріп, шынымен де бұл зат, товар, ол өзіне керек па, керек емес па, сол нәрсені жақсырақ ұғынады. Тек қана мақтай беретін болса, бұрын ол нәрсеге сеніммен қараса, қазір сеніммен қарамайды. Сондықтан барынша шынайы отзыв түсіретін блогерлер UGC Creator деп аталады. Солар қазір бізде трендте. Негізі UGC Creatorлар бұл миллион аудиториясы бар блогерлер емес. UGC Creator 1000 подписчикпен де болуы мүмкін. UGC Creator 5000 подписчикпен де болуы мүмкін. 15000 подписчик де болуы мүмкін. Ең басы сіздің аудиторияңыз кішкентай болса да, ол аудитория өте активны болуы мүмкін. Және де ол аудитория өте живой болуы керек.
иә, живой болу керек, сізбен байланысы жақсы болу керек. Ең бастысы сол. Яғни сіз қарапайым, ең бастап келе жатқан блогер болуыңыз мүмкін, бірақ сіздің охватыңыз, сіздің аудиторияңыз активны болса, сіз UGC креатор бола аласыз. Сол арқылы сіздер брендтерге жазып көрсеңіздер болады. Мен UGC креатормын, мен осындай видео түсіремін, маған товарды жіберіп көріңіз, мен сізге TikTokқа, Reelsқа видео түсіріп беремін деген секілді өзімнің отзывымды айтамын. Сол арқылы UGC креаторлар өздеріне товар сұратып, немесе брендтер өздері шығу мүмкін, шынайы отзывын айтып, жақсы табыс табуы мүмкін. Бұл сіздің блогыңыздың үлкейтуіне, адамдарға деген сеніміңіздің үлкеюіне көмектеседі. Келесі мамандық бұл ассистент менеджера, ассистент блогера. Ассистент блогера дегеніміз кім? Бұл қазір біздің миллионник блогерлер бар, немесе жаңадан басып кеткен 100 мыңдық, 300 мыңдық блогерлер бар. Сол блогерлерге ассистент керек, менеджер керек. Ол менеджер не істейді? Менеджер бұрын бізде фильмде көретінбіз, бір бай адамның жанында секретарша жүретін, иә. Оны жаңағы встречаларын жазып, жиналыстарын жазып, басқа қалаға ұшатын болса, соларға билет алып жүретін, иә, секретаршылары. Дәл сол мамандық. Егер де сізге сондай атқарушы қызмет жасайтын мамандық ұнайтын болса, сіз сол блогердің менеджері бола аласыз. Ең үлкен плюсы бұл нетворкинг. Яғни сіз блогермен жүріп, әртүрлі дамушы ортаға түсуіңіз мүмкін. Сол жақта әртүрлі блогерлермен кездесуіңіз мүмкін. Жаңа орта табуыңыз мүмкін. Яғни ол не істейді? Блогердің дайректіне жауап береді, өйткені блогерлерге өте көп дайректке жазу мүмкін, сотрудничество ұсыну мүмкін. Одан кейін әртүрлі концерттер, интервьюлар, сондай кездесулер болатын болса. Одан кейін әртүрлі концерттер, интервьюлар, кездесулер, жұмыстарын реттеп отыратын, кесте жасап отыратын адам. Кәдімгі секретарша секілді. Бірақ секретарша бір офиста отыратын болса, ассистент менеджер онлайнда жұмыс жасаса болады, жартылай онлайн, офлайн жұмыс істесе болады. Немесе кейде мен көргенмін, ассистенті блогермен бірге өмір сүруде мүмкін, иә, бір-екі күн үйінде тұру мүмкін. Яғни формат әртүрлі. Сіздің қай блогерге жұмыс істейтініңізге де байланысты. Келесі мамандық бұл Telegram блогер немесе Telegram менеджер. Қазір білесіздер, Telegram өте актуальный соцсет болып кетті. TikToktан кейінгі, иә, Telegramда өте көп қолданушылар отырады. Бүкіл блогерлердің Telegramда каналдары бар. Өйткені Telegram арқылы аудиториямен байланысу сізді аудиторияға жақындатады. Яғни сіз Телеграмда қазіргі өзіңіздің досыңызбен сообщение жазып жатқандай ақпараттар бөлісе аласыз, видео кружоктар жібере аласыз, қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісе аласыз. Стористі жүргізу бұрынғыдай актуальны емес. Қазір Телеграм арнаны жүргізу өте танымал. Telegram менеджер дегеніміз кім? Сіздің каналыңыздағы контентті бақылап отыратын адам, контент план жасатын адам. Я Telegram каналға да қазір контент план жасады. Өйткені жаңа айтқандай Telegram, Instagram стористан қарағанда сізді аудиторияңызбен әлде қайда жақындастырады. Сол арқылы сіз Telegram менеджер болу арқылы блогерлерге немесе бизнестерге табыс таба аласыз. Жалпы Telegram менеджер оқытатын курстар бар. Telegram менеджерді оқытатын курстар бар. 2 аптада, шамамен 1 апта, 2 аптада үйреніп шығуға болады. Негізі сіздің өзіңіздің тәжірибеңіз бар болса, я осы социальный сетті жүргізуге, TikTok, Instagramды жүргізуге сіздің тәжірибеңіз болса, Telegram арнаны жүргізу сізге өте оңай болады. Сондықтан да сол. Және де соңғы 2 мамандық, мен шатас кеттім, 10 мамандық болды ма, 11 мамандық болды ма соңында. Бұл сторисмейкер. Жаңа айтқанда, бұрынғыдай қатты актуальны емес, бұрынғыдай стористе продажа жасамайды, курстарын, товарларын адамдар. Бірақ сторис әлі күнге дейін өте мықты құрал. Оны дұрыс жасай білген мамандар қазір өте аз. Дұрыс контент план жасай біліп, дұрыс сторис жасай біліп, текст жаза білген адам қазір өте сұраныста. Сондықтан да егер де сіздің сторис жазуға қабілетіңіз бар болса, оны ары қарай дамытыңыз.
Немесе қабілетіңіз болмаса stories maker мамандығында оқып табыс табуға әлі күнге дейін мүмкіндік бар. Және де соңғы бұл жаңағы продюсерлер. Продюсер тек қана курс жазатын продюсер емес, қазір продюсерлер музыкальный продюсер болып TikTokта дамып жатыр. TikTokта музыкамен айналысатын жаңағы блогерлер бар, майда блогерлерді алып, соларды TikTokта продвижение жасап, солай табыс тауып жатыр продюсерлер, немесе жаңағы блогерлерді алып табыс тауып жатыр. Бірақ бұрынғыдай жаңа айтқанымдай курс сату қазір ешқандай да актуальны емес. Курс сататындар бар, сата беріңіздер. Бірақ қазір байқағаныңыздай блогерлердің барлығы товар сатумен айналысып жатыр. Өздерінің именной товарларын шығарып жатыр, брендтерін шығарып жатыр. Сондықтан да менің 3 жыл бұрынғы догадкамның барлығы орын алып жатыр десем де болады. Өйткені мен 3 жыл бұрын айтқанмын. Курс сату тоқтайды. Блогерлер товар сата бастайды. Өйткені товар ол қолмен көріп, қолданып көретін нәрсе, ал курстан адамдар перенасыщение болды. Барлығы қазір курс оқып бітті. Барлығы қазір SMM, таргет, толық, тағандай блогер, Сондықтан да курс оқу қазір актуальны емес. Жаңағы мен айтқан мамандықтарды оқып алсаңыздар, сіздер блогер болуға болады, бірақ жаңа айтқандай шынайы. Бұрынғыдай успехті көрсететін, шаблондарға кіріп алған, сен егер дамымасаң сен мынандайсың деп идеальный блогерлер қазір актуальны емес, трендте емес. Сіз өзіңіз болу керек, надо быть собой. Жалпы бүгіндікке осы, сіздерге пайдалы болса, ақпаратты болса, сіздерден өтініп сұраймын. Маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әр маған жазуларыңыз, қаралымдарыңыз өте маңызды. Барлықтарыңызға пока.